Адам ағзасындағы паразиттерді шығаратын ең бір пайдалы өнім. Ол асқабақ дәнегі. Балаларға үнемі жегізіп тұру керек, витаминге бай. Диета ұстап жүргендер перекусқа пайдалануға болады. Бал қосып шаймен ішсеңіз де әрі дәмді, әрі пайдалы. Құрметті достар, сіздерді 2000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Асқабақ тұқымы ем болатын аурулар. Халық емшілері ежелден-ақ асқабақ дәні арқылы таспа және сазан құрттарды түсіріп, әйелдердің босанғаннан кейінгі аяқ-қолының ісінуінде көкжөтелде, көтеуде, яғни геморройда асқабақпен емдеген. Олардың асқабақ дәнін балмен араластырып жегізіп, адамдарды ішек құрттарынан құтқарғаны жөнінде ертедегі медициналық жазбаларда жиі айтылады. Бірінші, адамның ішегіндегі таспа құртты түсіру үшін 60-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, аш қарынға дәнімен қоса ішеді. 2 сағаттан соң 2 грамм таза сорды сумен ішу керек. Екінші, сазан құртын түсіру үшін 30-60 грамм асқабақ дәнін талқандап, оны бал немесе шекер, яғни қант суымен ішеді де 2 сағаттан соң таза сордан 20 граммдай ішіп, ішті өткізеді. Сонда сазан құрты түсіп қалады. Үшінші, асқабақ дәні көкжөтелге де шипалы ем. Көкжөтелден жазылу үшін асқабақ тұқымын қыздырған тас кірпіштің үстіне қойып кептіреді. Сосын оны талқандайды. Ұнтақты қара шекер суымен күніне бірнеше рет ішсе, көкжөтелден құтылады. Төртінші, көтеуді, яғни геморройды емдеу үшін асқабақ тұқымының 1 келісін суға қайнатып, оны күніне 2 рет булап, емді бірнеше күн жалғастырса аурудан жазылады. Бесінші, балалардың жұтқыншағы жиі қабынады. Оған себеп көп. Сондайда тиісті мөлшерде асқабақ тұқымын науатқа қосып қайнатады. Оны күніне 10-16 граммнан ішіп емделеді. Алтыншы, адам жүрек әлсіздігінен жүдесе, асқабақ тұқымымен хуасының дәнін жаңғақ дәніне араластырып талқандайды. Жағдайына қарап тұрақты түрде ішіп тұрады. Жетінші, босанғаннан кейін аналық омырау сүті азайса, 150 грамм асқабақ қабығы мен аршылған шикі тұқымын дәріге орап талқандап, қайнаған сумен таңертең аш қарынға ішу қажет. Оны 3-5 күн бойы ішсе, ана омырауының сүті молаяды. Қуырып немесе қайнатып ішуге болмайды. Сегізінші, ішектегі құрттардан арылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жеу. 6-7 дәнді езіп сүтпен ішу. Тоғызыншы, простатитте 0,5 грамм тазаланған асқабақ дәнін қуырылмаған, яғни ет тартқыштан өткізеді. Оны 1 стакан балмен араластырып, орман жаңғағы сияқты кішкене пішімге келтіреді. 10 шақтысын банкіге салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды да, мұны күніне 1 рет аш қарынға астан 30 минут бұрын жеп тұрады. Емді жылына 1 рет қана жасаған жөн. Емі өте шипалы. Асқабақты жегенде ұрығын жуып, кептіріп дәнін алады. Асқабақ уызсыз, дәмді жеміс. Дәні, сабағы, еті әйелдердің ағзасындағы емшек сүтін молайтады. Асқабақтың уытты қайтару, қабынуды жазу, ауырғанды басу тәрізді де қасиеттері көп. Бір ғажабы, асқабақты қысқа сақтағанда ол толықтай пісіп жетіледі. Сондықтан да оның күзде пісіп үлгермеген пәлектерін де қалдырмай жинап алу қажет. Халық емшілері асқабақты несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге қолданады. Асқабақты несеп айдаушы қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеттерінің бар екендігі, паразиттерді жоятындығы дәстүрлі медицинада да зерттеліп дәлелденген. Осыған орай, дәрігерлер асқабақты жүрек қан-тамыр аурулары, гипертония және зат алмасуда қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде де ұсынады. Асқабақ шырыны ем болатын аурулар. Бірінші, орталық жүйке жүйесін тыныштандыру үшін асқабақтың шырынын немесе қайнатпасын балмен араластырып, ұйқы алдында ішеді. Ол ұйқы дәрісіндей әсер етеді.
Екінші, бүйрек бауыр ауырғанында күніне стакан асқабақ шырынын ішіп тұру керек. Шырынды жаңа дайындалған күйінде ғана ішеді, себебі үйдегі жағдайда оны сапалы күйінде сақтау қиын. Үшінші, жүкті әйелдердің жүрегі айнығанында асқабақ ішсе, ол оны басады. Төртінші, бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан балғын шырынын ішкен немесе қайнатылғанын жегенде шипалы. Бесінші, асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе жасап ішеді. Ардақты ағайын, мінеки, қарапайым асқабақтан мың бір дертке қандай дәру екенін көрдіңіздер ме? Олай болса, сіздің дастарханыңызда асқабақтан дайындалғанда дәмді тағамдар, шипалық шырын, қайнатпалар орын алсын. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіздер. Аман, сау болыңыздар.